Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге тез әрі оңай дайындалатын радуга салатын жасайтын боламын. Ол үшін бізге қияр, қызанақ, жүгері, кириешки, краб таяқшалары және майонез керек болады. Алдымен қиярымызды және қызанағымызды 1/4 етіп турап шығамыз. Содан кейін краб таяқшаларын да көбік етіп тураймыз. Енді салатымыздың барлық құрамын әдемі етіп жинайтын боламыз. Соңында майонезін салып, дастарханға қойып, қонақтарыңызға ұсынсаңыз болады. Міне біздің салатымыз дайын болды. Менімен болғандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.